Қазір көпшілік заманда дәрі-дәрмектен көрі табиғи ем түрін дұрыс көреді. Соның ішінде ата-бабаларымыз ежелден емге қолданған тәсілдерге деген қызығушылық басым. Осындай тәсілдің бірі қырқыл. Қырқылдайдың ұясы бедеулікке таптырмас ем екенін білесіз бе? Осы мақалаға сәйкес бізге Астана қаласынан Ғайбет Әлмаханұлы есімді азамат хабарласты. Ол бізге қырқылтай ұясының тек бедеулік емес, одан бөлек 80 түрлі ауруға шипа болатынын айтып берді. Оның айтуынша, атамның, әкемнің ағасы кезінде қырқылтайдың ұясымен талай адамды аурудан дәрісіз-ақ емдеп жазғанын білемін. Тіпті қазір дәрігерлер операция жасатпаса болмайды дейтін кеселдердің өзі осындай 1-2 емнен кейін жазылып кететін көріп өстім. Қырқылтай өте қасиетті құс. Ол ұясын аң, құс көп болатын қалың, ну ормандай емес, қаупі аздау, тоғайдағы биіктеу ағаштың ұшар басындағы бұтағына сілекейімен араластырып тоқып біледі. Беріктігі соншалықты желмен тербелсе де жерге түспейді. Оған адам түгілі жорғалаған жылан да жете алмайды. Өйткені жылан қанша жармасса да бұтақтың иілгіштігінен жерге сырғып түсіп қалады. Атам бұл құсқа зиян тигізуге болмайды, киесі ұрады деп жиі айтып отырады. Ал ұяны балапандары қанаттанып ұшқан кезде күзде ғана жинайды. Ұя 6-7 метр биіктеу жерде болады. Атам алдымен дұға оқиды, сосын ат үстінде ерге аяғын тіреп тік тұрады да мені көтереді. Қолыма ұзын таяқ беріп қояды. Мен ұяны сол таяқпен іліп алатын едім. Бұл менің шамамен 7-8 жастағы кезім. Қырқылтайдың ұясы ең алдымен бүйрек ауруларына ем. Ауыл аймақтағы бүйрегі суықтап, сыздаған, онда құм, тұз бар адамдар дәрігерге емес, атама келетіні есімде. Бұл кезде біз Өзбекстанда Бұқара қаласында тұрған болатынбыз. Атам бисмиллах деп айтып, бір ұяны ортасынан 2-ге бөліп, оны 2 бүйрекке таңып қояды. Сыртынан жылы орап қою керек. Қырқылтай ұясы бүлінбейді, сасымайды. Сондықтан бүйрек суықтағанда оны қайтадан қолдана беруге болады. Әлі есімде, бала кезінде жатыр жарығымен, яғни пахвая грыжамен ауырған болатынмын. Дәрігерлер оған операция жасау керек деді. Онда да кейін ұрпақсыз болуым мүмкін деп ескертіп қойыпты. Олардың сөзін мұқият тыңдаған атам қолын бір сілтеп үйге келді де мені қырқылтай ұясының түтінімен емдеді. Қазір міне 40-тан асып барамын. Аллаға шүкір, ұл қызым бар. Бүгінгі медицинада операциясы ем болмайды деген аурудан мен пышақ тигізбей, дәрі ішпей, аз-ақ күнде жазылып кеттім. Өмірінде бір күн ауруханаға жатпаған, дәрі де ішпеген атам 100 жасады. Өмірден өткенше тік жүріп, тік тұрды. Ол кісі қырқылтайдың ұясы 80 түрлі ауруға ем деп отырады. Балалықпен көп нәрсеге мән бермеппіз, дегенмен есімде қалған біраз ем түрлерін айтайын. Емді өзіңізде жасай аласыз. Қырқылтайдың ұясымен емделу үшін емші іздеп табудың қажеті жоқ. Оны қалаған адам өзі-ақ жасай алады. Емді қасиеті бар шөптерден іріктеп, әрі сілекеймен іріле тоқылған ұя жібек сияқты болады. Оның біреуін бірнеше емге пайдалана аласыз. Цистит кезінде немесе бала шыжың болса, ересектерде де зәр шықпауы немесе жиі мазалауында, қуыққа тас байланғанда, қуық қабынғанда ұядан азырақ бөліп алып, түтіп, шұқырлау темір ыдысқа саласыз да, оған азырақ қана адыраспан қосасыз. Оны адыраспанды түтеткендей түтету керек. Қыз келіншектер ұзын етек көйлек, ал ер адамдар белінен төмен жамылғы орап алады да, сол түтін басылғанша үстінде отырады. Оған әрі кеткенде 10-15 минут қана уақыт кетеді. Сосын жылы киініп алу шарт. 2-3 рет жасаса жеткілікті. Өз басым зәр шықпай қиналған жас балалардың бірінші ем кезінде-ақ шаптырып жібергенін талай көргенмін. Тап осы амал әйелдердегі суықтау, жатырдағы басқа да ауруларда, безеулікте, ер азаматтардағы импотенция, простатитте, бел омыртқасындағы грыжаға да шипа болады. Тізеде, буындарда, тіпті желкеде тұз жиналған болса, сары су жиналу, аяқ буындарының ісінуі, сүйектің қақсауында жаңа оралған бидайды сабағымен алып, қырқылтай ұясының аз ғана бөлігімен суға бір қайнатып, айналасын қымтап, сол қоймалжынға тізерлеп отырады. Оны азырақ мөлшерде жасап, қалыңдау матаға салып, 2 тізеге
желкеге таңып қоюға да болады. Қаны қою, ұйып қала беретін адамдарға радикулит, остеохондрозда да осы амал ем. Ғабит Әлмаханұлы сондай-ақ 10 жыл бұрын сыныптасының үлкен қызының бір бүйрегі семіп қалғанын айтады. Ол қызды таныстары осындай әдістермен, яғни бүйрекке құрқылтай ұясын таңу арқылы емдеген екен. Бүгінде жоғары оқу орындарының бірінде білім алып жүрген студент қыздың екі бүйрегі де сау дейді. Басқалай жағдайда ол қыз гемодиализге тәуелді болып, бүйрек алмастыру операциясын жасатуына тура келетін еді. Міне, құрқылтайдың ұясы ерекше қасиеті бар. Мұны да біле жүргеніміз дұрыс. Дегенмен де ем екен деп қасиетті құстың ұясын балапандары қанаттанбаған кезде алып, оның көбеюіне зиян тигізбеу жағында ұмытпағанымыз дұрыс. Қай нәрсенің де обалы, киесі болатынын естен шығармайық. Бүгінге айтарым осы. Сіздермен бірге болған Гаухар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.